Қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен жаппасай деген тағам дайындайтын боламыз. Бұл тағамның жасалу жолдары ерекше және өте дәмді болып шығады. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз қамырымызды дайындап аламыз. Жарты стакан салқын суымызға тұзымызды саламыз. Бір жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Одан соң ұнымызды сеуіп, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды июі қанғанша жарты немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді кезекте біз салмасын дайындаймыз, яғни подливка жасаймыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлық керек заттарымызды 4 бұрышты етіп турап алдым. Ең алдымен табамызға майымызды құйып, етімізді жақсылап қуырып аламыз. Одан соң пиязымызды салып, жақсылап араластырып, қуырып аламыз. Татымына қарай бұрыш және тұзымызды саламыз. Сәбізімізді саламыз. Және 1 шай қасық томатная пастамызды саламыз. Чесногымызды саламыз. Одан соң картошкамызды саламыз. Арасында қамырларыңызды бір қайтарып қойыңыздар. 2 стакан су құямыз. Кез келген дәмдеуіштеріңізді қосып, бетін жауып, астын пәсетіп қоямыз. Және де қамырына кірсеміз, қамырымызды жұп-жұқа етіп, тегістеп жайып шығамыз. Жайылған қамырымыздың үстін кәдімгі пісте маймен барлық жеріне жағып шығамыз. Және де видеода көріп тұрғандарыңыздай 4 бұрышты етіп кесіп шығамыз. Мінекей достар, қамырымыз дайын. Және де осы салмамыздың үстіне қамырымызды біртіндеп қойып шығамыз. Еш уайымдамаңыздар, сіздер арасына май жаққан соң ол мүлдем жабыспайды. Бетін жауып 20 минутқа қойып қоясыздар. Мінекей достар, қамырымыз дайын болды. Өте керемет. Мінекей қараңыздар, мүлдем жабыспайды. Тәрелкемізге әдемілеп орналастырамыз. Бірінші қамырымызды тәрелкеге орналастырған соң бетіне салмасын салып шығамыз. Мінекей достар, осылай салып шығамыз. Тамағымыз өте керемет болып шықты. Достар, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.